Қарақалпақстан медицина институты шпакерлерді қанегейлігін асыру һәм қайта даярлау факультетінің тренері Бердімұратова Зульфия Тұржанова боламын. Қарақалпақстан медицина институтының шпакерлерді қанегейлігін асыру һәм қайта даярлау факультетінде шаңырақ шпакерлері һәм акушер-гинекологлардың білімін қанегейлігін қайта асыру бойынша бірталай жұмыстар алып барылып жатырды. Әсіресе бұл жерде репродуктивті саламаттылық бойынша, антенатал күтім тикарлары бойынша курслар ажыратылған. Бұл курсларда біздер шпакерлерімізге һәм акушер-гинекологларымызға репродуктивті саламаттылық тикарлары бойынша амелиятта һәм теориялық білімдерін үйретеміз. Репродуктивті саламаттылық дегеніміздің өзі не? Бұл репродуктивті саламаттылық дегеніміз репродуктив тізімде қандай да бір кеселіктің болмауы емес, бұл жерде репродуктив жақтан, социал жақтан, физикалық жақтан һәм ақылы жақтан жетіскерлікке айтылады. Репродуктивті саламаттылық тикарлары бұл дүния жүзі бойынша үлкен ітбар қаратылғанда бұл репродуктивті саламаттылыққа. Репродуктивті саламаттылықтың өзі 12 бағдары бар. Бұл бағдарлар біріншісі қауіпсіз аналық дейміз. Қауіпсіз аналық. Одан кейінгісі қауіпсіз тудыру. Одан кейін туып болған хаяларымызға күтім жасау, квалификациялық күтім жасау керек. Одан кейінгісі бұл көкірек сүтіне азықландыру. Кейінгі бағдарымыз сол репродуктивті саламаттылықтың бұл аборт һәм оның асқынуларын алдын алу. Одан кейін нәсілсіздікті ерте анықтау һәм оларды емлеу ұсынуларына қаратылған. Кейінгі бағдарымыз болса, бұл жынси жолдар арқылы жұғатын кеселіктер һәм олардың алдын алу, әсіресе спид кеселігінің тарқалуының алдын алу болып есептелінеді. Одан кейін бағдары бұл рак кеселігі һәм рак кеселіктерінің алдын алу, оларды ерте анықтау болып есептелінеді. Бұнан тысқары бұл репродуктивті саламаттылықтың бағдарларына және кіреді аналықты һәм балалықты қорғау. Одан кейін өспірімдер репродуктивті саламаттылығы һәм жынси тәрбие болып есептелінеді. Міне осы бағдарлар бойынша біздер шаңырақ шпакерлеріне һәм акушер-гинекологларымызға теориялық білімдерін һәм әмели білімдерін асыруға жәрдем беріп жатырмыз. Яғни бұларда әмели әр күні өздерінің әмелиятында қолданылатын әмели көнекпелерді халықаралық стандарттарға жауап беретін дәрежеде бұларға үйретіліп барылып жатырды.